Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі кезде хит болып жүрген ерекше тағам маклюбе тағамының өзімнің жасалу жолымен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттар ол осындай ет, менде қойдың еті, осылай кішкене жұқарақ қылып турап алдым, және де пияз, 2 сәбіз және де 3 картошка қажет болады. Ең алдымен табамызды отқа қойып, жуылған етімізді саламыз. Жақсылап араластырып, астын баяулатып, бетін жауып қоямыз. Сол кезде етіміздің өзінің суы бөлінетін болады. Сол өз суында бетін жауып, баяу 40-45 минут аралығында бұқтырып алатын боламыз. Байқасаңыздар, міне өзінің суы шықты, осы суында бұқтыратын боламыз. Егер де суы тартылып бара жатса, кішкене су қосып жіберуге болады. Ендігі кезекте біз алдын ала турап дайындап қойған сәбізіміз бен картоптарымызды осындай майда қуырып алатын боламыз. Жақсылап екі жақ бетінде қызартып қуырып, сүзіп аламыз. Енді картоптарымызды да дәл солай салып, екі жақ бетін қызартып қуырамыз. Қалауларыңызша баялды, яғни баклажан болса, баклажан, кабачки қосып қуырып алсаңыздар да болады. Өз еркілеріңізде. Жеке-жеке осылай барлығын қуырып алғаннан кейін, енді кезекте біз табамызға жаңағы көксекті қуырған майымыздан бір ожаудай құямыз да, жуылып таза тұрған күрішімізді салып, 5-10 минут аралығында өстіп араластырып тұрып, майда қуырып алатын боламыз. Орташа отта қуырамыз. Осылай араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Міне осылай барлығы шашырап тұратын болады. Ендігі кезекте біз барлық маклюбемізді жинайтын боламыз. Ол үшін маған осындай 2 литрлік кастрюльге жаңағы көксектерімді қуырған кастрюль, астында кішкене майы болды. Майын алып тастағаннан кейін, ал егер де сіздер басқа кастрюльге істеп жатсаңыздар, астына кішкене май қойып жіберулеріңізге болады. Енді осыған тірі пиязымызды кастрюліміздің астын жауып тұратындай етіп қойып шығамыз. Бұл пияз біздің жаңағы етіміздің астына күйіп кетпеуіне өзінің үлесін қосатын болады. Сол үшін саламыз. Енді кезекте пияздың үстінен пісіп дайын тұрған етімізді салып, қасықпен осылай басып, тегістеп аламыз. Енді үстінен қуырылып дайындалып тұрған сәбіздерімізді видеода көрсетілгендей жайғастырып шығамыз. Қалауларыңызша еттің үстінен осындай консервіленген жүгері қосып жіберулеріңізге болады. Барлық сәбіздерімізді осылай жайғастырып шыққаннан кейін, қалғандарын кішкене осылай шет-шетіне де тұрғызып салып жіберетін боламыз. Және де дәміне қарай кішкене тұз себеміз. Себебі біз қуырған кезде тұзсыз қуырдық. Картоптарымызды да осылай видеода көрсетілгендей рет-ретімен жайғастырып шығамыз. Картопты салғаннан кейін де дәміне қарай кішкене тұз сеуіп жіберуді ұмытпаңыздар. Енді осы картопты қойып болғаннан кейін жаңағы қуырып алған күрішімізді салып шығамыз. Барлығын салып алғаннан кейін осындай қасығымыздың көмегімен әдемілеп түзулеп
басып жібереміз, себебі біз қазір осы немізді төңкерген кезде өзінің формасын ұстау үшін осылай жақсылап басып алыңыздар. Енді осы табамызды, кастрөлімізді, яғни отқа қоямыз да үстінен қайнап тұрған су құямыз. Күрішіміздің бетінен бір жарты 1 сантиметрде асып тұруы қажет. Міне кішкене менде азырақ болып қалды. Міне видеода көрсетілгенде кішкене асырып су құйып алдым. Міндетті түрде ыстық, қайнап тұрған су болуы қажет. Және дәміне қарай тұз саламыз. Күрішімізге түс және дәм беру үшін кішкене куркума қостым. Қалауларыңызша қара бұрыш салсаңыздар да болады. Бетін осылай түзулеп, бетін жауып, қатты отқа қоямыз, қатты қайнағанша. Қатты осылай қайнап шыққаннан кейін бет жағын осылай жай араластырып жібереміз. Себебі су тимеген қалған жерлері піспей қалмау үшін араластырып, қайтадан бетін түзулеп, бетін жауып, өте баяу отта шамамен 30-35 минут аралығында піскенше қалдырамыз. Осы кезде біз шешетіне салат дайындаймыз. Ол үшін қиярымызды, майдалап туралған қызанағымызды және де салат жапырағын қосамыз. Дәміне қарай кішкене пияз қосып жіберулеріңізге болады. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз және зәйтүн майын немесе сұйық майды қосып, жақсылап араластырып, дайындап аламыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Енді біз маклюбемізді қараймыз. Міне қараңыздар, осындай пісіп, әдемі болып шықты. Енді шет-шетіне осындай пышақты тығып көреміз. Егерде сулы болып шықпаса, пісті деген сөз. Қайтадан жауып, енді осыны біз аударып алатын боламыз. Менде шиша табақ болғандықтан, бірінші шишаны осылай кастрөлдің үстіне төңкеріп алып істейтін боламын. Видеода көрсетілгендей төңкеретін боламыз. Міне төңкердік. Енді осының сыртына қасықпен үстінен және шет-шетінен жақсылап ұрып шығамыз. Енді абайлап кастрөлімізді шығарамыз. Міне қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Енді видеоға түсірілмей қапты. Менде шет-шетіне осындай салаттарын және үстіне әдемілік үшін көкпия және укропты септім. Салатының жаніне қалауларыңыз бойынша консервіленген осындай жүгері қойып шығуларыңызға болады. Енді ашық жерлеріне қалауларыңыз бойынша айран құйып шығамыз. Айран құймай жеуге де болады, ол өз еркілеріңізде. Және бұл түрік тағамы болғандықтан түрік айранын қолдансаңыздар өте керемет болады. Менде қолдың айраны. Осымен біздің маклюбеміз дайын, өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға рахмет.